Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ақпараттармен таныстыру үшін мен Төлендинова Асыл. Бағдарламамызды бастамас бұрын қысқаша кіріспе жасайық. Арнамыздан алыстамай, көз жазбаңыздар, жақсы жаңалықтарды тыңдай отырыңыздар. Мектебіміздің оқушысы Қазақстан балалары шексіз әлемде атты балалар кинофестивалінде қатысты. Алтын түлек математикалық олимпиадасында ерекше белсенділік танытқан мектеп оқушысы марапатқа ие болды. Мектебіміздің оқушылары «Менің отаным, менің бастамам» атты республикалық жоспарлар байқауына қатысты. Ауданымызда «Менің атым Қазақстан» атты аудандық туристік барлау жасақтарының жиыны болып өтті. Қатон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі «Парктер шеруі 2025» акциясын бастады. Енді осы жаңалықтарға толықтай тоқтала кетсек, Қазақстан балалары шексіз әлемде атты балалар кинофестивалінде жылда Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің тапсырмасы бойынша өткізіледі. Фестивальдің мақсаты үздік классикалық және заманауи өнер үлгілерін игеру және орындау, дарынды балалар мен жастарды анықтау және қолдау арқылы білім алушылардың тұлғалық рухани мәдениетін қалыптастыру болып табылады. Аталған фестивальға мектебіміздің 10-шы сынып оқушысы Фархатқызы Жансая қатысып, облыстық кезеңінде жүлделі 2-ші орынға ие болды. Жетекшісі Ауташева Гүлнұр Ауташқызы. Мектебіміздің 11-ші сынып оқушысы Айбекұлы Ерасыл алтын түлек математикалық олимпиадасына қатысып, өз білімін жоғары деңгейде дәлелдеді. Олимпиада барысында ерекше белсенділік танытып, күрделі есептерді сәтті шешкені үшін марапатқа ие болды. Бұл жетістік оқушының табандылығы мен математикаға деген қызығушылығын арттырады. Ұстазы Мекен Камура. Мектебіміздің оқушылары «Менің отаным, менің бастамам» атты республикалық шығармашылық жобалар байқауының облыстық кезеңінен жүлделі орындарға ие болып, 6-шы сынып оқушысы Рафхатқызы Раяна Қазақстанның 100 жаңа есімі атты номинациясымен, 5-ші сынып оқушысы Пазылов Ескендір жаңғырту полюсы атты номинациясымен республикалық кезеңге жолдама алды. Жетекшілері Абенова Сәуле Ерғабылқызы және Әділбек Қуаныш Қабидоллаұлы. Сәуірдің 10 күні «Менің отаным Қазақстан» атты аудандық туристік экспедициялық жастар слеті өтті. Аталған шараның басты мақсаты жасөспірімдер арасындағы достықты нығайту, өзара қолдау көрсетуге дайын болуға тәрбиелеу, спорттық дағдыларын шыңдау, сондай-ақ ең үздік команданы анықтау болатын. Шара барысында мектеп командасы өздерінің ептілігін, тапқырлығын және командамен жұмыс істеу қабілетін көрсете отырып, бірінші орынға ие болды. Жетекшісі Махамбертиева Бағдат Жақсылыққызы. Қатон-Қарағай мемлекеттік табиғи ұлттық паркі «Парктер шеруі 2025» халықаралық табиғатты қорғау акциясын бастады. Акцияның ашылуы ауылдық мәдениет үйінде өткізілді. Оған мектебіміздің оқушылары Кенжинова Муслима және де Айдай бишілер тобы өнер көрсетті. Акция аясында мектебімізде түрлі шаралар өткізілетін болады. Бүгінге осы, құрметті ағайын, келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар. Алдағы күндеріңіз жақсы жаңалықтарға, шаттық пен сәттілікке толы болсын.